мен орталық Южныйдың ортасы. Немен айтайын енді? Анау қапар бөләді. Анау ескі заправка болған совхозымызды. Бар техника содан заправка жасайды. Анау алдымызда бір баласы Кәрім атамыздың бәйбішесі мен зираты. Одан Күләш апамыз баласы мен шешесі, әкесі мен жатыр ана зиратта. Бірлік ағамыз бәйбішесі мен Нөләй жездеміз, теңгеміз мен жатыр. Бірлік ағамыздың зираты Көктастан өз қып салды балалары. Сол баяғы Большевик ауылы, Жоманкөл ауылы деп, Жоманкөл ауылына келе жатырмыз. Сол, енді не айтайын? Жоманкөл ауылында бұрын орталығы болған Большевик колхозы болып құрды. Содан Селинаның кезінде 60 жылы орталық мына Южный совхозы болған. Қол жаймаймыз ба? Қол жаймайсың ба? Аллах күрміне әр уақыттарға Майылтондардың зираты Кәрім атамыздың ең бірінші Кәрім атамызды қойған. Содан осы жерде Күләш апаның әкесі мен шешесі Төкен марқым, Зейнеп марқым, Күләш тәтеміз өзі жатыр, қызы жатыр. Нөләй жеңгеміз, Бірлік ағамыз жатыр. Мау міне баяғыда кішкентай ғана қақ болатын. Қазір міне 5-6 жыл болды. Жауын шашынның молдығынан қар көп түсіп, көл шықпап, көлге айналып келеді, қамыс өсіп. Жазда ұлпан алайды, ұя салады, балапан шығарады. Осы көл болып кетті. Бұрын мынандай трасса жол болмайтын. Кейіннен трасса салып. Шоманның балалары оқушыларына қысты күні жақсы болып тұр. Мына трасса бірі. Ауылдың кісілері көктемнен бастап өздері құм тасып кесігін бекті. Су жырған жерлерін өздері істейді ауылдың жастары. Екі ортағы осы жолды. Шоманның жігіттері өздері осы жолды күтіп жүрген осы ауылдың жастары, Шоманның орталықтың жастары. Анау алыстан көрінген Сартау тауы, Сартау дейді. 4 Сартау деп аталады. Анау алыстан. Оның ар жағында, ана тұрған, оның ар жағында Баянның тауы, Ақбет тау көрініп тұр, ол тауының ар жағында. Биік тау Жарылғап берді. Тауы Жарылғап деген қыстау бар, Жарылғап берді. Атақты алғы композитор Жарылғап бердінің зираты анау биік таудың астында қыстауы болған. Сол жерге зираты бар. Кейіннен етіп, әдемілеп, қайтадан алтына келтіріп Садықов Кенжебек деген менің жолдасым балаларымен келіп көтеріп. Енді міне Шоманкөліміз көрініп қалды, Шоманкөл ауылы. Аймағы бұзылмаған. Көшпекшісі жоқ. Ауылда жұмыс болмаса да сол
Ауылдың жастары малдарын өсіріп осында тұрып жатыр. Үлкендер азайды. Сен де осында тудың ғой? Мен де осында. Мен Ақтай несінде туғам. Ақтай зиратында ма? Ескі Ақтай, иә. Ақтай зираты бар ол жерде. Ол жерде әкеміз мал бағып ертеді. 55-ші жылдары. Сонда туғам. Не айтайын? Анау әлі Ақмел асуы деген асу ана таудың астында. Қарағұш, Жәмбек деген фермалар бар. Ақмел асуы деген бар. Алдымызда не деген бар? Ауыл су алады, ауыз суды осы жерден тасып пішет, мына жерде бұлақ бар. Құдық бар, Әлиман, Қалиман. Әлиман, Қалиман деген бұлақ, соны осыдан күн көріп отырмын, бір ауыл. Ауылдың суы қазылған құдықтар бар, тұщы су болмайды. Осыдан қысы жазы атармасымен, техникаларымен тасып ішеді суды. Мына жерде бұлақ бар, Әлиман, Қалиман деп аталады. Су алып жатыр ауылдың біздері. Ат арбамен келеді, қысты күні ат шанамен келеді. Жаяу келеді, осы жерден міне 3,5 шақырымдай жерден тасып ішеміз. Ауыз су осы. Ауыл анау әлі. Боран шашында қиын болып тұр. Әне қолмен алып, ана бөшкені мұз болып қатып қалады, жол бекітіп қалады қыстығын. Міне алдымызда Шоманкөл ауылы деп не қойды? Немене деуші атын есін? Стелла қойды Шоманкөл. Стелла қойды. Шоманның жас жігіттері міне өздері атын жазып Шоманкөл ауылы деп. Сонда бұл Шоманкөлде атам жатыр. Әкемнің ағасы Айнабек молда. Мынау мықты молда болған кезінде оқыған арабша. Одан кейін әке шешем жатыр, Әбдірахман мен Ырымжан. Жорабек ағам жатыр. Мынау Казгуге өз күшімен түсіп 61-ші жылдары. Осы Баянауылдан 10 жылдықты бітіріп. Бірінші барғанда құлап қап өте алмай конкурстан. 2 жыл Қарағанды жаққа барып, шахтер болып, ауылға кеп қой бағып, стаж алып, қайтадан барып, қой бағып жүріп, оқуға дайындалып, өз күшімен түскен. Әскерге барғаннан кейін бе? Әскерге бармай тұрып. Әскерге 2 жылын оққасын, одан 3 жыл армияға барып келді. Офицер запаса болып, содан кеп партияға өтіп армияда. Одан келгесін оқуын бітіріп, осы Южный совхозында мұғалім болды. 6 тілді біледі. Арапша білді. Арапша, немісше, болгарша, қазақша, орысша. Міне Шоман ауылы бір үй бос емес. Көлінде кісі тұрады. Көшкен кісі жоқ. Мынау міне үлкен шаңырақ Айнекем молда осы үйде тұрған мінекей. Менің әкем осы үйде, Қабаштың әкесі түгелі сол Айнекем молдаға арнап салып берген мына үйді. Осы жерде қайтыс болды. Осы үйде, мына жерде
Soldan muğalim turdu. Al endi bugün biz Karaşanın 26 günü 2020 жылы Jumatçayның ауыл, Баян ауылы одан Jumatçayның ауылындағы үлкен бір қаймағы бұзылмаған ауыл Шоман көлде тұрып атқан Ыбырай қажының ұрпағы әулетіміздің үлкені Рашид біздің атымыз. Көкөйлек түгел ауыл қадірлейтін, құрметтейтін ағамыз, Қабаш ағамыз үйіне келіп отырмыз. Шын атыңыз Рашид қой, е? Рашид, шын атым. Ал енді бұл жерде ешқандай өзіміз үшін, өзіміздің Ыбырай қажыдан тараған жастар ұрпақтары білсін деген ниетте ғана келіп отырмыз. Бұл кісінің аты, бұл сіз Ыбырай қажының шөбересісіз ғой, шөбересісіз. Сіз немересісіз, е? Әбдірахманнан тарайды, сіз Үркөк Рахметолладан, е? Сол сөзге де өзіңізде осы төңіректе ғана әңгіме болсын, Ыбырай қажыдан кейінгі балалар білсін, жастар білсін. Өте бір мықты адам болған екен дейді Ыбырай қажы, қаржылық ол заманда екінің бірі бара бермейді. Сол Ыбырай қажы туралы айтып өтсеңіз өзіңіз. Естігеніңіз, білгеніңіз бар шығар. Ассалаумағалейкум жамағат, енді аман айтып отырсың ғой, біз енді ол Ыбырай қажы ескілікті жөнді білмейміз, жай құлағымызда бала кезімізде шалынып қалған сөздер. Мына әкеміз Рахметолла мұғалім болды. Ол кісі мынада ескілікті әңгіме нелерден әбден үкіметтің саясатынан әбден қорқып қалған адам ғой. Ондай біздерге ондай ескілікті әкесі туралы, май туралы, молла туралы, қажылық туралы ондай мәғлұматтар ешқандай берген жоқ, айтқан жоқ. Оны енді қазіргі уақытта жай түсінсем, ойлаймыз, сол кезде үкіметтен қорықты. Қай күні пенсияға шықты, мұғалімдікті нені қойды, содан намазға жығылған адам. Үркөк Рахметолла. Ал енді аман сұрап отырсың ғой, Ыбырай қажы түрлі ақылы шамамен іздеті, шамамен 1820-30 жылдардың ішінде туылған адам деп ойлаймын, есебіммен. Мөлшерлейміз ғой. Бұл енді қажылыққа барған тұралық, жай леміс естіп жүрушер, естігенім, бұл осында Айнабек марқым 1973 жылы мен онда мына Краснобеке ауыл шаруашылық техникумда оқимын. Февраль айында қайтыс болып, топырақ салуға жаназасына келе алмады. Боран болды. Кейіннен демалыста келгенімде Семей қаласында педагогикте оқитын Раушан қарындасым екеуміз бірге келдік. Ол Семейден келді, мен Павлодарда қосылып көрдім. Сосын осында келсек, үйде Ыбырайұлы Әбдірахман марқұм Айнабектің қасында 40-на дейін осы үйде болып, осы үйде отырды. Сол тұрған, ол кісі бір үйге, мына орталықта Южный город, онда ол кісілер сонда тұрады. Сонда үйге қайтқанда, осы үйде бір компьютердің ертедегі қағаз жәшігі болады ол. 8 қиылық. Сонда 2 жәшік Айнекең марқұмның бар кезінде тұратын андай бұрышта өзі алып, андай қағаздарын, кітаптарын алып, содан оқып отырады. Соны ашып, малалықпен көрдік. Ескіше арабша жазылған жазылар. Сөйтті, мана менің қарындасым Раушан Семейде педагогикте оқығанда қазақ тілі әдебиеті мамандығында оқыды. Соның оларға бір шет тілін, араб тілінің шет тілін оқытады екен. Соның бұл араб тілінің алфавитін оқып жүр екен. Содан әлгі Құран кітаптарды бұлай ептеп оқиды. Оқып сондағы көргеніміз бұл ненің
40-cı жылдары, 45-ci жылдарына бұл кісі мына сол кезде мына неден Қазаннан алынған бір документтерді көзім көрді. Ол кезде де сондай документ, паспорт, не рұқсат қағаздар болады екен. Сөйтсек сондай қағаздарға оқып, соған куә болдым. Мына Омбы қаласынан алған бір қағаздар, рұқсат қағаздар бар. Сондай сөйтсем ол кезде де сол документ жиналады екен. Документ жиналып, сол қажылыққа барып келген адамдар. Енді үлкендердің қайпысы, мына кімнің Айнабектің бәйбішесі Ысқақ қажы қызы Бәтима деген адам болды. Сол кісілер алда-санда айтып отыратында. Қажы атамыз осы қажылықтан келгеннен кейін осы мал жанның мынау шаруашылықты бәрін басқармай, соның бәрін мына қосым ағайынымызды қосымға басқартыпты. Жайы осы өйткені оның білетінім былай сөз ретінде айтып отыратын. Қосым айтқан, қосым кім? Қасен айтқан, Қасен үйдеген деп. Содан алғы жаңағы қағаздың ішінен бір малдың санағын тауып алды. Әлгі санақты қарасақ, бұлайғарыда бір санақта 7 түтін дейді екен о кезде. 7 түтін, 7 түтінде 38 адам бар. 1070 жылқы, мен өз көзіммен көрген. 22 ме, 23 ме, сондай түйе, 91 деме қарамал, 800 бірдеме сақмал. Сосын мына саусақтың несінің мұнда аяқ жағында 2 бұлай қолымен таңба бар. Сол қазіргінің әлгі пешаты сияқты. Соны осы көзім көрдім. Енді бұл кісінің естуіміз, бұл кісі қажы қайтыс болғанда артынан малы шықырып, үрпектен Сәрсенбай-Бұлағындағы Майтонның ескі зираттығы зират бар. Солда апара жатқанда Үйсінбайға сатам деп сатуға әкеп қойған мал, бойдақ малдар үрпектің басында болса керек. Сол шұбырып, кімдің Ыбырай қажының соңынан артындағылар айтып жүріпті деп естейміз енді жұрттан. Не Ыбырай қажының малы өзімен кетеді екен деген сөздер бұрды. Қасен айтыпты, қорадағы мал шулады, жылқы шұбырды деп. Ол енді содан айтқаны шығар, біздердің Кәмпескеге ірікпеппіз. Кәмпескеге дейін мұна жайлауымыз Шідерті де болады, Шідерті жағында болады екен. Ана 20 түйемен ол Абдрахман марқұмның бір сөзінде айтқаны бар. Burayı kışıkta tuz artıp ekelemіз dedi. Koşun kasap, tüyü atıp. Buna жаққа көшкенде ана жақ жұртқа. Бері көшкенде, өпек көшкенде мына жақ жұртқа, мына қаракесекке, неге, бидайға, анаға, мынаға ауыстыруға сол түйені соған пайдаланады екен. Алашадан тоқылған кәдімгідей дөкей не қоржындар болады екен. Соны түйеге тегдеп, соны екі жаққа бұлай көшкенде сауда қылып, әлгі тұзбен. Сонымен де солай өгізден де бидайға, сәләрқаға ұстырамыз дейді. Сол әжептәуір мапақа табатынбыз содан деп айтқан жай бір естіп қалғаным бар. Енді не сұраймыз, бұл кісілер қыстауда мұнда кеткенде жайлауда кей жылдары Ыбырай қажылар көшеді екен, кей жылдары мал мен жастары нелері кетіп өзі мұнда қыстауда қалады екен деп естиміз кейінгі жылдары.
Sonday жағдай болған, менің өзіме өсем өз әкем Үрпегұлы Рахметолла, Үрпек Жанбек, үлкен бәйбішеден Ыбырайғажының үлкені Үрпек. Өзі Үрпек деген жерді білесіздер, бұл Найман атасына, ол кезде Найман атасынан қыздың қалың малына сатып алған жер екен. Негізгі атақстауымыз әрі сәрсен бәйбілері жағып. Сонда Үрпекті қалың мал қылдырып беріп тұр ма қызына? Жоқ, Үрпектің емес. Үрпек қыз берген ғой, Найман жағына. Сол қызға. Сол қызға енді қалың мал бермеймін амжақ. Қалың малдың ретінде сол жер алған. Үрпекті алған. Үрпекті берген. Сосын мынау бір баласының атын Үрпек, бір баласының атын Айна Бірақ бар. Айна Бірақ. Кешеде бір сөйлескенде Үрпек деген таудың атауы болған бұрыннан. Болған. Сол жерде туғаннан кейін де мүмкін Үрпек деп қойған. Сосын Айнабек деген Айна Бірақ деп қалмасы. Бірақ ол кезде Бұлақ болмаған Айнабек аталмаған. Айнабек атамыз туғаннан кейін сол қыстақта берген ғой. Сол Бұлақта, солай дедіңіз ғой. Сосын одан кейін енді осының бәрі айтқанымыздың бәрі қабыл болсын деп бір баласының атын қабыл қойған. Сосын енді Абдырахман 5 бала ғой осы. Үлкен Үрпек. Сіздің ауылыңызда жалғастыра беріңіз. Жаңағы бір жылы дедіңіз, жаңағы қосым сұрап алған дедіңіз. Қарасай дедіңіз бе? Қарасай деген жер бар Үрпекте. Сол жерде бір жылы кім қосым ақсақал сұрап алып, егіне темекі еккен. Сосын тағы осы ел аузында сөз бар. Ең бірінші шөп машинаны Қабыл ақсақал шауыпты. Мына қосым осылардан бірдеңе қылып шөп машина әкеп беріп, сөйдеп айтып отыратын үлкендер. Соның бірінші ат машинаға мініп, шөп машинасына. Бірінші шөп шаққан Қабыл ақсақал екен. Осы өңіректі, менің білесім, естіген. Енді жаңағын айттым мен осының. Сосын бұл кісі Hazırlıktan кейін жаңағы айттым ғой, бұл осы шаруаға, ол өзде тәртіп солай ма, шаруашылықты бәрін Қасен деген адам басқарыпты. Оны білетім жаңағы айттым ғой. Қасен деген жаңағы біздің Кәрімнің ағасы. Сол кісі басқарыпты, сондай пысық, шебер, не адам болыпты. Өз әкемнен бір естігенім, қажының бір омыраусаға деген айғыр болыпты. Содан қысты күні жайлаудағы жылқыдан жылқы әкеліп соғынға 30 шақты жылқы әкеліп соны сойып жайлап болғасын. Февраль айының борандарында әлгі айғырды боран соғып тұрғанға қарамай февраль айында жылқыға барып білімдеп сонда кетеді Қасен. Сосын енді келгеннен кейін айтады ғой. Сондай оғысын бір жай шеберін айтайды отырып, жол бойы жүріп отырғанда омыраусағының жалының астына құрт өзген тамақтарын бәрін сонда байлап алған дейді. Содан әр жерден түсіп, өкшемен қазып жіберіп, шөптерді алады екен. Шөптерді алады, мынандай шөп, бәленің баян ауланың сырт екен, жаман ауланың түсі екен. Мынау бәлен жер екен, мынау түген жер, 2-3 жерден. Осында өз әкем Рахметолла, осы ол кездегі бертін, мынау Жұмабай марқым, соттан марқымдар келіп әңгімелесіп отырады үйде. Сол кезде естіп қалғаным, жай сонда санап отырсам, 31-ден менің әкемнің айтып отырғаны, шөбінің түрі. Енді ол менің әкемнен де анасының де қалған сөздер бар шығар. Мен жай бір сыртта тұрып, жай шөптердің атын айтқанда, әлі санап отырды. Сонда 31 ме. Енді сондай табиғатқа бәрін білген адам ғой енді. 30-дан көп шығар шөптің түрі жаңағы жерде. Сонда қай жерде жол бойы қандай жерде қандай шөп өсетінін бәрін анасы білген.
Sodan bir кезде Omrosar'ın tüyağı tasqa tiyet. Tasqa tiyet, oh deb oydaydı, mine nenin bası, ne şiderden ötüp birim. Bu tömürüktün mağayda bunday taş yok, attın ayağı, tüyağın qakat. Sodan akırı sol ne verip, Kostun basına gelip, kostun basına gelse, kosta hiç kim yok. Peştike de yokoy bir qaza diyet. Qaydap bir qıldap qaynavar deydi. Ergiden bir şeyler sorpana alıp, qararalastırıp, qanjılım qılıp, jağı Omrosar aygırga jutkuzub jibirip, jağı qazandı qaytadan qarmen eselep, aslına otun jağıp, üstüne ot tastap, sodan әрі кетіп, аққан жылқының алдында сонымен бір қайырбапты дейді. Сондай шебер, білімді адам болғанға ұқсайды еді. Мен бар білетіндерім сол отырғызды оларды. Жалпы жаңа Ыбырай қажын айтып отырмыз ya, жаңағы айтып отырсыз келгеннен кейін. Сол бұрынғының қажылар солай болған ғой, барлық шаруашылық тастап, тек қана дін жолында кетіп қалады. Оған дәлелде бар, ол Абайдың әкесі Құнанбай. Бәрі қайтып келгеннен кейін, Меккеден шаруашылық қарзатпай 10 жыл тек қана сопылықпен, Алла Құдайға сыйынумен ғана болған. Құнанбай да солай болған. Жаңағы бұрынғы қажылар солай болған ғой. Бұрынғыда солай болған ғой. Мен бұл әңгімеге келу себебім, Ашу Мұрат ағамыз көрші. Мына Қышақта қалдың кітабын берген. Құттаймақ деген. Ата жұртың Желтауым деген де кітабы бар ол кісінің. Одан басқа мына Ашу Оразбек бар ғой, Мұрат ағамыздың інісі. Нені берді? Кенжебек ағамыз, Садықұлы Кенжебек ағамыз әке арманы, әке мұрасы. Сосын жерде тағы бір кітап бар. Осы Шомандікі ғой, Сабданбек Әбіратта қалды кітабы. Ол кітаптарды оқып жатырмыз, бірақ осында келген себебім осы, сұрақтар неге? Бұл жерде бізде Ыбырай қажы туралы мәлімет аз. Жазылмаған деуге де болады. Қалай неде қажы деп айтып жүреді, сол сіздердің Ыбырай қажыға тоқталып кетейін деген ойым ғой. Бұл кітапта да не жоқ, жай ғана айтып жатырмын. Кітапта солай. Баянда тастап жазылды? Иә, содан кейін, осы кітапты көргеннен кейін, одан кейін мен, баяғыда кішкентай кезімде қайта апарған мені. Мұсамер Мырза мешіті ашылды ғой, баяғыда кішкентай кезімде барған. Сол есіме түсті да, апарып оқытқан осылай Ыбырай атам деп. Соны анада қайтып келеткен кезде Жәнбек Ержан бар ғой, Ерлан ағамыздың жолы. Сол екеуміз келе жаттық осы Бікеннің несіне. Қайтып болды деп естіп, сол күн таңертең шықтық қой. Сол кезде Ержан екеуміз әдейілеп барып, сол жерде барып фотоға түсіріп алғанбыз. Ыбырай Тұрлықұлы деп жазылып тұр жер. Тұрлақ емес Тұрлықұлы деп жазылып тұр. Менде фотосы бар, видеосы бар. Сол Ыбырай қажының қажы екенін ел білсін деген мақсатпен келіп отырмыз, ниетпен келіп отырмыз осы жерде. Мына жерде мысалға сол бір тағы бір кітаптан Майлтонның шежіресі бар, Баянаула перзенттері 2 деген кітапта. Сонда міне біз тараймыз. Майлтон жайлау қоныс, соның ішінде Тілемістен Тұрлақ туса, Ыбырайдың әкесі. Мына жерде Пішенбайдан Қосым туады. Қосым Пішенбаев. Жаңағы мына кітапта жазылғандай Қосымды Әбдірахман көмгені, жерлеген Әбдірахманмен бірге тұрған өмірін сонда Қосым Пішенбаев. Қосым Пішенбаевты білесіздер ғой, Қосым Пішенбаев өзіміздің атамыз. Ол кісі Екібастұз кенішін ашқан, Майқайын алтында ашқан. 1844 жылы қайтыс туады, 1932 жылы қайтыс болады екен. Қазіргі Мақаш қыстауында. Сонда біздің Әбдірахман атамыз отырған екен. 76 жасында жаңағы Қосымның ұрпағы деген Амантай болсында, Амантай деген ақсақал кім болып істейді? Bir жас маман болып келеді осында. Сол кезде 76 жылы қайтарынан 2 жыл бұрын апарып сол Қосымды осы жерге көмген едік. Ертең сол Қосым мен емес, жұрт Қосымды дейтін болады деп сол көрсетіп кеткен. Сонда қай жасында көрсетті? Ал енді мен қосатым жаңағы Авашағадан артық біле қоймаймын. Енді айтайын дегенім, әкемнен естігенім сұрайым ғой. Әке осы Ыбырай қажы дейсіздер, балалары бар, тоқымдары бар. Неге Ибраев деген бір фамилия жоқ менен басқа. Ешқайсына қойылмағанды. Сонда әкем арқым айтатын. Ой, заман сондай болды. Бұл қажының тоқымы деп көрсетіп,
анау зиратқа тығылып Құран оқуға баратынбыз деген заман болыпты. Содан 53 жылы Сталин қайтыс болады. Менің Бақыт деген атам бар, үлкен өзімнен 2 жас үлкен. Ол кісінің фамилиясы да Абдрахманова. Содан 55 жылы мен туам ғой күзді. Содан барып менің фамилиямды Ибраев деп қояды. Сонда сұрайын ғой, неге мен Ибраев қалған тұқымымызда жоқ ғана? Түгел Абдрахманов, Үрпеков, Жамбеков. Неге тақтағанның фамилиясын Ибраев деп қоймайды? Неге Қамкин Ағатайдың фамилиясын? Сонда айтады, алға, ой, көрсетіп дейді, қажының тұқымы бұлар. Соны кейбіреулері көре алмағанда шығар, білімді болды. Ана Айнекен молда білімді болыпты. Ертеде арапша жақсы білген. Сонда көрсетіп өрет дейді ол өзді. Білімдері, мынау қажының тұқымы, мынау байдың несі болған баяғы. Содан және Қабаш ағамыз айтты ғой, Кампеске келінбей қалғанда, сол бір жылы әлгі қалын жылқы ауру болғанға сорға түсіп, нетік қапты. Жайлауда болғаннан қара сор дейді, сол жақта сорға түсіп, содан әйтеуір Кампескеден аман қапты. Жылқы қырылып қалған ба? Жылқы өлген ғой енді. Содан Кампескеден қалыппыз әлгі. Ол кезде байланды, жер ауылдары. Содан 32 жылы кейбіреулері кетіп қалады. Мына орталық Россия жаққа жер ауыл. Сонда осы елде қапты біздің аталарымыз, әкеміз, тақтаған туын қалпына елде. Содан сол енді айтайын. Содан мына біздің Жорабек деген ағамыз болды. Әбдрахманның үлкен ұлы. Әбдрахман. 4 ұл бармыз ғой енді. Сен ғана қалдың ба? Қалғаным мен, қалған 3 ағамыз кетті. Сонда Жорабек марқым мына Баянауылда Казгуге оқуға түскендердің алғашқылары. Бірінші жылы 10 бітіріп Баянауылдан оқуға барады Алматыға. Содан неден өте алмапты әлгі. Жетпей, бал жетпей қалды дейді ғой сол, конкурстан. Содан келіп Қарағандының шахтысына барады. Оқуға түсемін ағасын. Сол жерде шахтыда шахтер болып жұмыс істеп жүргенде Айнекен ата барады да, бандит болып кетесің қалада. Елге қайт деп ауылға алып кетті Айнекен. Содан ауылға кеп қой бағып 2 жыл. Осы Шоманкөл басында 2 жыл қой бағатта қайтадан Алматыға оқуға барады. Қыстай қой бағып жүрген малдарым. Далада оқып дайындалып, экзамен тапсырып, Казгуге түседі. Енді ол кісі енді біраз тілді білді. Армияда одан 2 жыл оқуын оқып, 6 тіл білген, е? 6 тілді сөйлеп, оқып, жазатын. Оның ішінде қазақ тілі, орыс тілі, араб тілі, балғар тілі, неміс тілі. Иә. 6. Орысша ғой. Содан 3 жыл армияда офицер болып, елге кеп дипломын алып, мұғалім болды. Содан ауырып қайтыс болды ерте. 54 жасында. Сол енді. Жаңағы Ыбырай қажы деп отырғанда сол Жорабек ағамызда ғана бар. Өзі Абдрахманов болса да, Абдрахманов Жорабек Ибраевич деген. Ибраевич, Жорабек Ибраевич деп айтқан екен, документі қалай екен білмеймін. Бірақ қана кеше ғана барып, алды күні ғана барып, мен Айтжан Сламбеков бар ғана мектептегі. Сол кісінің протокол толтырғанын түсіріп алдым. Жорабек Ибраевичтің жазуларын түсіріп алдым. Мектептің протоколының секретарь болып жазу әдемі екен. Сонда жазылып тұр Абдрахманов Жорабек Ибраевич деп жазылып тұр. Сол Ыбырай атасының. Сонда айтпағымыз бұл жерде бұл не ғой біздің? Біз бәріміз де Ыбырайдың ұрпағымыз. Біз қазір жаңағы айтып отқанда Үрпеков, Жамбеков, Абдрахманов, Ибраев болып жүрміз ғой. Негізінен бәріміз де Ыбырайдың ұрпағымыз. Біз олай бөлінбеуіміз керек деген мақсатта айтылып отыр да бұл.
Жәнбек те сонда Ыбырайдың балаларына тоқталайық. Үлкені Үрпек, иә? Одан кейін Жәнбек па? Жәнбек. Одан кейін Айнабек па? Қабыл. Айнабек. Содан кейін кішісі Абдрахман. Айнабек, сосын Абдрахман. Енді жаңағы Үрпектен бастайық. Үрпектен Рахметолла туады дедіңіз, жаңағы бәйбішесінен. Үрпектен Ыбырайдың бәйбішесінен Үрпекпен Жәнбек туады. Сол Үрпектен енді сонда Жәнбектен бәйбішеден туады, ал Тоқалдан туады Қабыл, Айнабек, Абдрахман екінші әйелі. Содан Үрпектен енді келекті, Үрпектен әйелі несі біздің әкеміз Рахметолланың анасы Жамал анамыз дедіңіз? Шәдібектің қызы. Аты Жамал деп отыратын. Содан Рахметолла туады, Рахметолла ерте қайтыс болады, Үрпек ертерек қайтыс болады жастайынан. Содан Рахметолла қалады, сосын Шәрбан. Шәрбан апамыз қалады. Содан бұл кісілерді енді ол кездегі сол кездегі саясат заманның ағымыз солай ғой енді. Ол жесірін қайырмайды ғой. Содан ол кісіні анамызды кімге Жәнбекке қосып. Әмеңгерлікпен. Әмеңгерлікпен. Содан Жәнбекке қосып, Жәнбектен Қамкен атамыз туады. Сонда жаңағы Рахметолла мен Қамкен атамыз, Рахметолла атамыздың анасы бір. Анасы бір, әкесі Үрпек пен Жәнбек. Соны біліп отырмын. Ағайдырылы. Содан енді бұл Жәнбек те ерте қайтыс болады. Содан бұл кісілер енді сосын енді кім жылап еңірек сабы шығады ғой енді Қабылға қосап деген енді әмеңгерлікпен сөйтемеді. Содан бұл Жамал анамыз әжеміз енді ана Ыбырай қажының өзінің алдына барып солай рұқсат алып сұрап. Сосын енді бұл енді ол кезде қайдан білейін ана біреуге қосу керек пе, қосып керек пе, содан осында Айнабек марқұмда да, жаңағы Бәтиме марқұмда да осы үйден шықты ғой. Рахметолланың алдынан. Сонда Рахметолладан сіз тарайсыз ғой? Рахметолладан мен тарайым, меніңге Ерболадан өзі 9 серік Алматыда тұр, содан қайсыз болды. Сосын таңа түшеуіміз. Ал біз негізі 9 боламыз, қалғанымыз аман, енді біз екі баста әрқайсы әр жерде жұмыста қызметте. Жәнбектен, Үрпектен сіздер тарайсыздар, одан кейін сізден Қуат пен Ерболат бір айта бер. Ал енді мынау Жәнбек атамыздан Қамкен ағатайымыз туады ғой. Ол кісі енді, ол кісі де білімді болған кісі ғой. Соғыс кезінде соғысқа қатысып, политрук болды да соғыста. Содан енді бұл өз алған саяси қызметкер болған ғой, соғыста, саяси не болған қызметкер. Замполит қой қазіргі. Содан бір жылы соғыста жараланып пленге түсіп қалады. Содан пленге түсіп, 3 рет пленнен қашады. Немісті пленнен. Ақыры Бельгия деген жерге барып, партизандарға қосылады қарсы. Содан бұл кісінің көрмеген бейнеті жоқ. Содан соғыс бітіп елге оралады. Содан Сталиннің заманы елге оралғанда бұл кісіні баяғы пленде болдым деп таяқ соттан құдала. Баяғы бұл қазының тұқымы біреулер көрсетеді ғой ерді. Ақыры ұстап таяқ соттар жібереді. Одан аман есен келіп, мына Күлшат анамыз қайда тәтемізге, теңгеміз ғой ерді. Сол кісіге үйленіп ауылда кассир болып саққозды, жұмыс істейді. 15 бала тәрбиелі өсірді. Енді үлкені де Мәрияш тәте 55-ші жылы ғой. Сонда Сталин өлгеннен кейін қайтып болып тұр ғой. Өлгеннен кейін өзіне біраз жас кісі Күлшат анамыз қалады. Мәрияш үлкендері, содан 10 қыз бала, 5 ұл бала тәрбиелі. Ербол ағамыз қайтып болып кетті. Марқұм сондай кісі болған. Жуас сондай.
Ауылдың складында істеп жүр. Әне тәте айтады, партияның билетін жұтып қойған плен. Иә, мына пленде жүргенде атылып та кетеді екен. Сонда анау партийный билетін шайнап жұтып қойған ғой. Коммунист болса сразу атады екен дейміз. Сонымен аманға 3 рет қашады. 2 рет ұсталып қалады. 3-шіде әйтеуір жолы болып партизандарға Бельгияға қосылады. Содан ауылда кассир болып жұмыс істеп жүргенде Москвадан шығатын Красная Звезда деген газет болады ғой. Содан жаңағы бір орыс бір кез соғыста пленнен қашқан. Сол кісі мақала жазады жаңағы Звездаға, Красная Звезда. Бельгияда болған партизан қазақ деген соны іздеп тірі болса соны іздеп деп Москвадан шығады ғой. Содан барып кішкене фронтовик қатарында қосылып жаңағы оған шейін соғыс туралы айтпайды бұл. Мен соғыстым ауылда. Күні көріп атасың соғыс. Телевизорда сөндір андағы әлемді. Біз баламыз ғой сонда анау центрде күні көреміз әлгі. Сонда плендерді көргенде сөндір бәлем, сөндір әулақта. Әбден билет көрді ғой енді. Сонда жаңағы орыс баласы, орыс не ғой енді. Бельгияда болған партизан қазақты іздейді. Тоқой мақала жазған ғой тұрасты. Содан бұл кісі әйтпесе фронтовик деп ауылда айтпайды. Аяқталып, содан кейін кішкене ветеранға кейіннен үй беріп. Бұл кісі де білімді болған кісі ғой қанқанады. Кассир болып Қатыр болды. Екі класста не болды? Загезорданың бұқатыр болған. Одан кейін Жәнбектен Қамкен атамыздың ұрпағы көп қой балалары. Ары қарай жалғастыра жатырмыз. Одан кейін Қабыл. Үрпекті айттық. Қабылдан енді Бейсенбек дегені соғыста қайсы болған кейіне қағаз келіпті. Одырма бір өзенге суға кетіп өрген переправа болуға. Ол бердімі сонда сонда снаряд тиіккен бә салбен қайықпен кетеді ғой енді. Содан соғысы қайсы болып. Енді немен айтамыз еттімін. Ана енді содан енді сол Ыбырайқажының сол күзі сілемі шығар. Мана менің әкім Рахметолланы елден бала жинап, білімді хат танитын балаларын жинап, осы Жүсіпбек Аймауытов әкетіп Павлодарға. Сонда елден жинап апарып оқытып, содан сол бұл кісі мұғалімдікті сол Павлодарда содан содан бітіріп жүр. Сосын бұл кісінің үйдегі намаз, кейіннен намазға шығылды ғой. Намазға шығылғанда, жай енді бір үйде тұрғасын естіп барасың ғой. Құлағыма бір тезгені, сол мына Жүсіпбек алмасыпты. Соны айтады, сосын Нұрқасым әлі есімде. Намазға қосады ғой, намаздан кейін. Нұрқасым кімді? Бердіғұлов. Мына ауданның, біздің Баянауыл ауданның кезінде сол бірінші хатшымыз Бердіғұлов. Нұрқасым деген адам бапты. Сосын енді бұларды сосын жаным болмай сұрайым қой. Бұлар кімдер? Бұлар Аймауытов дегенді білмейміз сәптен естімеген. Соны сұрасам, ойбай, бұл не сондай атышулы жазушы. Кім Жүсіпбек деген адам болған мұна. Біз енді Үрпек түгелін неге қарадық қой. Күлік Жосалдыға солардың округіне әкімбектің несінде қарадық қой. Сонда сол елден балаларды жинап, бізді адам қылып сонда оқыған. Содан ана, соның арқасында 32-ші жылы бұл кісі детдомда тәрбиеші бопты. Мұғалім тәрбиеші бопты. Оны білетін, содан бұл кісі алға қытымық дейді, сол жаман аурумен ауырды. Содан осында Ахмедиев Қайрат, Тілеубектің Москвиші болды ғой? Жаңа Москвиш. Соны ауырғасын Павлодарға апарып, онкологический
поликлиникке келіп, сол бір ағаш әлі есімде, артынан мен де бардым. Екі этажда, екі этажды үй, әлгі содан нетті. Ана хирургтар айтты, мұны пиша борышқы деді екен, айнаға сұрып көрсетіп, пиша боттан, тамақтың өңешті. Мұны давлениесі барлығы жақсы, бір түсті түспеген адам. Содан бұған операцияға жасауға болады деп қызығып. Сосын оңыстып жоқ, мен бұл үй мені бір рет өлімден алып қалған, жоқ пышаққа түспейді деп, бізбен қайтып келіп, ақылы осы үйде жатып бір айдай жатты да, содан қайтыс болды ғой. Сөйтсем сонда анау жаңағы здания детдом болды. Осы қышында бәрі Ленин көшесінде мұны ертістің жеріне қарай болды. Қазір жоқ. Сонда айтқан. Ал енді ана Бердіғұловте жүргені, сол кезде енді Сталиннен менің укорышы қаншқа соғыс. Аяқ кезінде енді уже жеңетіні белгілі болды ғой Советінде. Сонда Сталиннің указы болды деген. Елге сұраныс бойынша мұғалімдерді, сондай бір специалистерді елге қайтаратын. Содан осы Айнекең барып, Бердіғұловтан Қамкенді айтып, Бейсенді айтып, Бейсен бәкті. Солай олар енді сонда соғыста, Рахметолла мұғалім ет дегендей, соны қайырып берді, қыздей қылады. Сол біздің әке сонда 44-ші жылдың басында, сол уколға ілігіп, 44-ші жылы соғыстан ерте қайтып берді. 41-ші жылы. Ал енді соғысқа кеткенде мына екінші ауылда, егінді өлақта кетіпті. Бір рет мына осы ауылға Жекебай Солтанбаев келіп, содан ел қасында Қабдолла мұғалім тұр екен. Барлығымыз жақпай амандасып жатырмыз. Қабдолла мұғалім таныстырып жатыр, мынау бәленің баласы, мынау түгелдің баласы, мынау Рахметолланың баласы өрпектеп, мен қолымды қысып ұстап алып, босатпай. Сондағы айтқаны, сонда мына Солтанбаев Жекебай 3-ші класс оқиды екен. Кәдімгідей не қылып, Ленинге митинг қылып. Шығарып салғанбыз әкені соғысқа. Соғысын аузынан естідім. Сонда мына екінші ауылдан Белағаштан неден егінді бірақтан кетіпті әскерге. Мұғалім өзі көтті. 45 ағып неден. Сіз қайда тұрдыңыз өзіңіз? Қайда тұрдыңыз? Мен мына неде тұрдым? Саралөңде. Саралөңде тұрдыңыз? 49-ші жылы Саралөңде октябрь айында тұрдым. Саралөңде мұғалім болып тұрғанда сонда тұрдым. Сіз Ақтайда тұрдыңыз? Мен Ақтайда. Мені енді өзім есімде білетінім мына қамиттар мені жүрдікте неде ой Таттыбайда жайлауда қой бағып, осында бір қожа келіп, Ырымбек екеумізді қатар піштірген. Үйге піштірген мұғалім ғой. Сол кезде сол қорыққан ғой енді саясаттан. Содан неге алып кетті жайлауға. Осы Ырымбек екеумізді қасына жатқызып, бір онда қожа молдалар пішеді ғой. Қожа келіп, әлгіні алып барып, Ақжал айғырға тегіп осы ауылдан алып алып. Содан сонда піштірді. Енді сол алғы саясаттан қорқады ғой көзде. Қабыл ұрпақтарымен араласасыздар ма? Мен білмеймін. Қабылдан енді Бейсенбек, Бейсен, Нығымет қой. Араласасыздар ма бәрі? Араласқанда енді Бейсенбектен тұқым жоқ, олар соғысты қайтыс болды. Нығымет Айнекеңнің қолында болды. Сәуірек марқұм болды, енді Сәуірек марқұм. Қазір Айгүл деген қызы бар. Айгүл деген қызы бар. Екібаста тұрады, Екібаста. Жай сондай қалсақ. Енді не? Айнекең туралы, Айнекеңдің мен бар білетін, мына Чосауылда болды, ненің завод склад болды. Нығымет қолында болды, сонда болып тұрады, одан кейін жұмыс істегенін көрген жоқ. Енді кейіннен Әбдірахман марқұм пенсияға шыққаннан кейін, елдің ішіндегі ана жақсылық қой, мұны Беттияға дейміз, салық марқұм, салық марқұм. Затекмет болды ғой. Затекмет.
Soğuksular ana bir beş yılganda Obragay Abdurrahman Hoca'dadır. Ayna bekti. Mene bitti Ha, ya. nasıl bitiyor? Sağ ol. Soğuksular zaten koyayım bekti sorgucu. Hiç böyle turdava staj yok. Turdava staj yok. Sonra ağzına olak yaptık. Şahsını ben attım. Cevabı anasının stajını alan kaçar. Sonra ben pensiye attım. Pensiye sonra işe attım. Koy bakkanı var sonra anasını. Bunda ayna ve yatamızda ufak yok ya. Irpak iki kızı olgan. Ben biledim. Osunda. Davleniyeden kaçıp da davleniye koy sonra. Davleniyeden İlk kızı bu. Kaçak. Ya buna kitaplarda yazılıp duruyor da Kece ve Gamtı kitabında buna Abi şahslık kalma kitabında Şoman'ın moldaların içinde ayna büyük molda diye yazılmış. Ya yok mu burada? Ötece var. Benim de molda bu. Oo, Osman Akın'ın yine Barışmay'dan Kayrı'da molda gülüyor. Kabira molda. Bunda Nıhmet Murtaza'nın Nıhmet'tirime aksakal Kotur molda koy. Kayıtlarda kendi ismi süpüydü koyacağım kayıtta oldu. Kokon koy. Ona kısa aynı veksiz cem tepeysin bu. Vaziyet Ayşe kokun markımdan. Öz kulağımı besliyor. Oy bayağı bir tanımazımdır dep. Osman bunu görgüldü. O kaybere arkın. Caman skilak bekti. Osman'da olsun amacım benim yönetim başka bollarını bilmeyip özü keyifden kartiyağını Osman'da bir cevabını soğuyup Osa cağı kaybere molla var. Osa oldum Osa aksakal çaldadı. Beri şakırıp Yekstoluğudu, örgesi havada köp oldu. Sonra algılar şakırıp kadımda mollalığın Eltay mollağa tapsadı. Eltay degen kısıkım bu kadırgı, ballargım. Eltay sonra keyin Ballar var mı Eltay degen? Eltay'ın kalkın mı? Sol Oğusu de sal olsun konusunda ne verir, sıl verir, sonra Oğusu de sol taslakan üstünde ne verir, ben bolamayayım diye salım kelmeydi getirip soğusun Sadık mallarını o suyla kabuldadı. Sodan o ağıl kaçıp olgança Sadık Molla o sağlıkın imamı oldu. O suyda yani o ergüleyim var, o suyda su gözle gelettik, taravı kokuyum. Neden keyin? Ağızlarını açık bilek. Sodan keyin gelet, o suyda aynı keyin gelet bilek, o suyda Cayneme zehirli var. Kayızılda da soğuk taravı kokulu. Abdurrahman Ardan Elmidak'taydı. Elmida. Kayızıldar oldu onlar. Bunu da taktadır, kazısakın aytayım. Bizim bala gezimiz taravı kokuydu böyle. Şuşuldarı. Şuşuldarı ya. Odan İşte yok koyardık müttü Odan bir eşit istemeyecek olsun da gülette. Geçkirttir, talağı yok. Ağız aşağıdan geliyor. Ağız aşağıdan gülette. O sürü taravı kokuydu. Onda şimdi Abdurrahman Tanrı'la toxtaldı ki. Ha, kanıkta deydi. O sürü Cumhurskör şerva bolgan, şervanın işlikte bolgan adamdı. Qosundan öte köp birge жүрüptü. Köp жүрgende algı bırak işlerge aldı Cumhus deydi koy. Qosun aşat. Sonun anı baskarat Cumhusu bərliği жағын. Ana tertip sonda da istepti. Solarından birge. Soğuz kezinde kaluğu şart. Turut armiyada var. Ya, kayızılda sonda bargan жылda Ya, sodan 41'de bolsa 49 жасында әскер барып тұр ғой сонда, 49'unda барып тұр ғой. Ya, askeri. Turda 41'de bata. Soğuzqa zərəmək jasasıb bitken qoy. Turut armiyada var. Ya, turut armiyada. Ya, sodan qaytıp köp kalkozda. Kalkoz deydi qoy son. Arağımız kadımgız. Qayda Musat sonda bargan. Köbünde mal şarvası var. Mal. Жылқы баққан, Hazırkı mınau қой баққан, сиыр баққан. Osunda o marıp tövekül var mı?
O gözde cay esebim oylayın. Ana saraylığı kalkazlaştırdı koy. Canıyım o. Sodan karşılıklı sonu olsa tövkül aytedi yani koyup koy. O jas tövkülün neyin öğüzün başında buldum değil. Sondayız o sonu halk oldum. Var diyesin. Olsa Abdurrahman'ın ceketi. Alıp çıktı. Ömürzak'tan ceketi. Benim oyumşa soğudum. Sol öküldüyse halk oldum. Diyesin. Bir elde жұмыс көріп, солар құрған солды отырады осы bu дейін. Қай шаруасы болмасын, шөп шабу болсын, егіні болсын. Ой, мұқаш тұрған. Айдақ балар өгізді деп айтатын деп, мұна тәуекел әлі айтады. Әлі айтады, иә бар. Мұқаш тұрғандар бәрі. Бізде баққан әкеміз 4 жыл 3 қыз көрген кісі. Қалғаны енді бәқіт апам. Төлебек ағамыз айттен, Төлебек ағамыз туралы. Ол кісі қайда жүр? Сізден де үлкен ғой Төлебек ағамыз. Төлебек ағамыз, сізден де жас үлкен ғой? 47-49. Бұлда еңбекке ер сараласқан. Жылқы бағып. Өзі жылқы бақтым, помшаман қылып алады тәсем. 8-ден кейін бір Ырымбекте, бірінші 2 жыл оқуға жібермейді болып қайтарым бар. Саққозын қойын бағып. Саққозын қойын бағып. Оқыған сол Жорабек ағамыз, Арымтай апамыз Алматыға техникум бітірген. Содан кейінен сырттай оқып әлгі институттарды Төлебек бар. Саққозын. Құлаға шүкірейін, балалары бәрі бар ғой, Павлодарда. Жылқышы болды ма? Жылқышы болды. Жасынан жылқы бағып, Бадаш аға, солармен көмекші болып, мына Көшен ата, Қажы Мұрат, Самар деген кісі, сонда ең жасы Төлебек. Мына Көшен ата ақсақал қой, мына көршіміз ғой, сол кісі айтып отыратын. Анда бірінші Сақмыз 60 жылы Сақмыз ұрымда, мен Сақмызға жылқы бөлініп, мұны да жертір, мұна Саргөл жаққа көшті ғой. Сонда мұна Абдырахман бізге көп жақсы болды деп айтады. Өйткені ан жақтың жердің бәрін біледі екен. Мен жаста жайлауда болған жерлері қойдым. Жас кезіндегі. Ой, ана жер, мына жер деп түсіндіріп, бұл кісілер қандай Қажы Мұратты айтатындай. Сол кісі дәл сұрайтымыз, анау немене, мынау немене деп әрміз. Зираттарды бәрі. Әдақаңнан білетін бізде. Олдық па? Олдық енді. Өзім Аманжан үйлену керек, ұртақты өсіру керек. Иә, үйлену керек. Бізде болат бар, сен бар. Болат бар. Үйлену. Oldular mı şey için dedi. Derelерге жалғастырып айтасыңдар сосын. Сөзді қорытындылап кетейік. Тек айтармын жерде, білмеймін, дәл осы уақытқа дейін ешкім бұндай жүргізбепті жаңағындай әңгіме. Жай айтып жүргендеріңізді білемін, жаңағы айттыңыз ғой өзі, қорыққан деп, коммунист болғансыздар. Солай болсын деген шығар сол уақыттарда сіздерге. Жаңа қампиятқан сіздерге жаңа. Ана айтпағаны сол ғой, болсын деген шығар сіздерге солай, иә. Қорқып та қалған шығар жаңағы шаш. Құртып өреме ұрпағымызды құртып өреме. Бірақ енді қазір заман басқа ғой. Кейінгі қазір балалар бөлінбесін деген оймен келіп жатыр. Жаңағы Қамкен атамның балалары Жәнбеков біз ғана деп ойламасын. Мына сіздің үйлер Өртбеков деп ойламасын. Абдрахмановтар ғанымыз деп ойламасын. Бәріміз де бір айдан тарағанымызды білсін дегеніміз ұрпақтар жалғаса берсін. Сіздерге. Осыған бәріне кейінгі ұрпаққа бәріне мұны аман жалғас деген осы болады. Сіздер кетсеңіздер мен айтып отырарым білесіз. Мына сіңе рахмет, өте. Жас болсаңда бас болып, осы басын қосырып қағазға бір ана шежірі сияқтығып жазып қойсаң, анау қосында неден қарасақ өзі бізге ағайын алыс емес. Қай-қай болмасын азын аулақ қана. Солай шақырып қиналмаса жаңағы Жалпымайлықтан да қазір ауылда сіз болып тұрсыз. Солай ғой. Тек бір күнек сақал жоқ қой. Заман болсын әзір. Мынау өзі білетіндеріміз сосын
da komsomol жағында. Ayıtın köp. Оттай ыстық сахарадай алышқан шағаладай алдымнан көкем айдеп шыға туғын сендерді сағындым ғой сендерді сағындым ғой ағаларым қажымас қаранарым кең байтақ далаларым күнім деп еркелетер аман бол ағаларым аман бол ағаларым көзіңнен сүйенемін қандай жақсы сөзіңнен сыйынамын балдай тәтті ерлердің ағасы бар жағасы бар алдымда ағам болған қандай жақсы қажымас қаранарым кең байтақ далаларым күнім деп еркелетер аман бол ағаларым аман бол ағаларым қажымас қаранарым кең байтақ далаларым күнім деп еркелетер аман бол ағаларым аман бол ағаларым ақылдап айналайын ағаларым сағынсам іздеп барар паналарым ерлердің ағасы бар жағасы бар қалдырған өздеріңді бабаларым қажымас қаранарым кең байтақ даналарым күнім деп еркелетер аман бол ағаларым аман бол ағаларым қажымас қаранарым кең байтақ даналарым күнім деп еркелетер аман бол ағаларым аман бол ағаларым аман бол ағасы бар жағасы бар інісі бар тынысы бар аман болыңдар